Балаларды қорғау күніне орай бүгін Қордайда да аудан әкімі балдырғандарды мерекемен құттықтап сыйлық тарту етті. Ауылдағы саябақтардың бірінде өткен іс-шарада аймақтың белсенді оқушылары өнер көрсеткен. Қордай ауылындағы Емен саябағында бүгін таңмен таласа балалар жиналды. Жайма шуақ жаздың алғашқы күнімен тұспа-тұс келген мерекеде көпшіліктің көңіл күйі де көтеріңкі. Көп ұзамай аудан әкімі Бекзат Болатбеков арнайы келіп, жиналғандарға жылы лебізін білдірді. Балаларымыздың қауіпсіздігі, денсаулығы мен сапалы білім алуы мемлекетіміздің және жергілікті атқарушы биліктің басты басымдықтарының бірі деген басшы бұл бағытта атқарылған жұмыстың жалғаса беретінін жеткізді. Қордай ауданында балалардың жан-жақты дамуына қолайлы жағдай жасау бағытында жүйелі жұмыстар атқарылып келеді. Білім беру мекемелері жаңартылып, спорт және мәдени нысандар салынып, балалардың шығармашылығын қолдау шаралы кеңейіп жатыр. Әрбір бала өз қабілетін ашып, арманына жету үшін біз алдағы уақытта да бар күш-жігерлігімізді жұмсай береміз. Айта кетейік, мерекелік іс-шара барысында аудандағы оңалту орталығының балаларына сыйлық үлестіріліп, концерттік бағдарлама тарту етілген. Оған аудандағы белсенді ұйымдар мен өнерпаз өрендер атсалысты. Осы іс-шараға ұлым екеуміз қатысып жатырмыз. Ерекше балаларды осы бөліп жармай, осындай іс-шараларға қатыстырып, аудан әкіміне алғысымызды білдіреміз. Қанша балалар осы атсалысып жатыр, өнерлерін көрсетіп жатыр. Балалар осы күнге риза болып жатыр. Сол үшін осы аудан әкіміне және сол жұмына алғысымызды білдіреміз.